ол отбасы сенің кішігірім мемлекетің. Сол мемлекеттің басшысы сен боласың. Міне, әр қайсымыздың алған аманат, құрған мемлекет отауымыз бар. Адамның алдында да, Құдайдың алдында да кім жауап береді? Ең бірінші ер азамат жауап береді. Ер азамат. Ол ер азамат баратқан бағытымыз Алланың хақ жолында қияметке дұрыс жолмен кетіп баратсың сен. Біздің ер азаматтық миссиямыз бар өмірде. Миссиямыз бар да. Сол баратқан сиратул мұстақим тура жолыңда сен ауытқымауың керексің. Әйел бала шағамен алаңдамауымыз керек. Жарайды деп қойып, бірақ ойыңды, мынау жүйкеңді, біліміңді сол өмірдегі жасауымыз қажет болған миссияға арнау керек. Ал мына жақта болып жатқан түсінбеушіліктерге не істеу керек? Сабыр ет. Сабыр ет. Міне, және айтам. Өйткені ол сол күйінде келді, оны енді тәрбиелей алмаймыз, оны өзгерте алмаймыз біздер. Өйткені балиғат жасқа толып қойған ер азамат пен балиғат жасқа толған біреудің бойжеткен қызы некелесіп отауласты бұлар. Кейде әйелдер қауымы күйеуін тәрбиелеуге кіріседі. Қыр соңынан қалмай, соны аңдып, соны сұрастырып, күтіп алып, соны бастап, сол әңгіме қылып, қайта-қайта айта беріп, ашық айтайын, ол біреудің ер жетіп кеткен баласын не істей алмайсыз, тәрбиелей алмайсыз. Тәрбиелейтін жастан не істеп кетті ол? Өтіп кетті баяғыда. Кімді тәрбиелеу керек ол кісі? Баланы тәрбиеле. Яғни үйдегі кімді тәрбиеле? Сол энергияңды, күшіңді балаларға сал. Ал анау көкемнің баласы енді аман болсын ол кісі енді. Міне. Әйтеуір бар ғой бас, дұрыс па? Оны сол күйінде қабылдау керек.